Сәлем достар, бүгін сіздерге интернет желілерін біраз шулатқан сериалдардың бірі «Хорошая американская семья» деген сериалдың бірінші, екінші серияларына қысқаша шолу жасаймын. Өтініш, каналымызға тіркеліп, видеомызға лайк басып қолдап кетіңіздер. Бірінші серия. Кристин Барнетт деген әйел халықтың алдына өз кітабымен таныстыру үшін сөз сөйлеуге шығады. Оның Джейкоб деген үлкен ұлы 2 жасында бір сәтте сөйлемей, ойнамай, ата-анасының көздеріне тік қарамай қойған екен. Яғни балада аутизм деген диагноз болыпты. Мамандар оның болашақта оқи алмайтынын, жаза алмайтынын, тіпті бауын да байлап үйренбейтінін, анасының енді бұдан былай оның дауысын да естімейтінін айтыпты. Анасы болса уайымға берілмей ұлына сенген екен. Яғни ұлының дарынды бала екеніне сеніпті. Содан кейін анасы осы уақытқа дейін аутизммен ауыратын жүздеген балалармен жұмыс жасап, кейін өзінің кітабын жазған екен. Солай сөз сөйлеп тұрған жерінен оған полициялар келіп, ата-аналық міндетті дұрыс атқара алмағандығыңыз үшін қамауға алынасыз деп оны алып кетеді. Кейін ол өткен шағын есіне алады. 2010 жылдың күзінде олар күйеуі екеуі Бланка деген қызды асырап алмақшы болғанда, ол қыздың тәтесі пайда болып, сот оны сол тәтесіне берген екен. Солай олардың асырап алу жоспарлары сәтсіз болыпты. Содан кейін күйеуі екеуінің арасында мәселелер пайда болып, аралары суып кеткен екен. Бір күні оған, яғни Кристинға, балаларды асырап алу агенттігінен бір әйел хабарласады. Ол оған осы жылы бір қыз сіздің қамқорлығыңызда болыпты ғой деп, басқа бір қызды асырап алуға ұсынады. Оның жасының 7-де екенін, Украинада туылған, аздап ергежейлігі болса да сүйкімді қыз екенін айтады. Алдыңғы асырап алған адамдары оны осы ерекшелігі үшін кері қайтарған екен. Содан Кристин ойланатынын айтып, күйеуін көндірмекші болады. Күйеуі ештеңе деп жауап бермей ойланып қалады. Кейін оған Кристин бағанағы қыздың, оның аты Наталья Грейс екен, соның суретін жібереді. Күйеуінің суретті көріп, жүрегі жібіп кетеді. Содан олар отбасымен әндетіп, сол қызды көруге бара жатады. Енді 3 жылдан кейін қатты қыз қалаған ғой. Олардың да қуанышын түсінуге болады. Сөйтіп олар Натальяны көруге барады. Наталья бірден оларға келіп күлімсіреп, сендер менің ата-анам боласыңдар ма деп қуанады. Солай Наталья оларға ұнап қалып, олар оны асырап алмақшы болады. Оған ота жасалып, ол қазіргі уақытта Ходунокпен жүреді екен. Кейін барлығы демалыс орнына барады. Сол жерде тамақ ішіп отырғанда қыз өзінің сүйкімділігімен тәнті етеді. Бірақ ол көпке созылмай, Наталья ұлдармен бірге жағалауға барамын деп шу шығарады. Сөйтіп көнбей өзі жағалауға қарай жүгіріп кетеді. Кристин мен Майк оның шу шығарғанына емес, өзі жүгіріп кеткеніне таң қалып отырады. Яғни Ходунокпен ғана жүре алады деп ойлаған ғой. Кейін олар үйлеріне келіп, кешке Кристин Натальяны жуындырмақшы болады. Наталья оған сен менің туған анам емессің, маған бұйырып сөйлеме деп жуынғысы келмейтінін айтады да Кристинді итеріп жібереді. Сол кезде Кристин бір түрлі болып қалады. Натальяның да басы істемейтін қыз емес екен, бірден кешірім сұрай жөнеледі. Сөйтіп олар болған жағдайды бірінші күн болғасын үйренісе алмағаны ғой деп ойлайды. Кристин аутизммен ауыратын балаларға арналған Джейкобтың орны деген орталығын ашпақшы болып, соған дайындалып жүреді. Яғни үлкен ұлының атымен солай атаған екен. Кейін бір жабдықтарға ақша жетпей қалып, Кристин өз құрбысынан ақша алады. Құрбысы да бір бала асырап алған екен. Ол Кристинға баласының оларға бірден үйреніп кетпегендігін, оның да басында түсініксіз қылықтар жасағанын айтады. Сол кезде Кристин Натальямен де бәрі ойдағыдай болатынына сеніп қалады. Кейін орталықтың ашылуы болатын күні Наталья анасына көмектеспекші ойда көкөністерді кесе бастайды. Кристин болса оған пышақпен ойнамауын айтады. Сол кезде Наталья тағы да пышақты бермей шу шығарып бастайды. Пышақ жерге құлап қалған кезде Майк келіп қалады. Наталья оны көріп анасының ашулы екенін айтып өтірік жылай жөнеледі. Кейін Кристин сөз сөйлеп тұрғанда Наталья келіп барлығының көзінше Кристиннан кешірім сұрайды.
Түнде Кристин мен Майк бөлмесінде ұйықтап жатқанда бөлмеге Наталья келіп, Кристинді шақырып оятып алады. Кристин оянып, оған қарағанда ол қолында пышақ ұстап тұрғандай болады. Солай бірінші серия аяқталады. Осы кезде Кристиннің түсі ме, әлде шынымен болған жағдай ма, сәл түсініксіз болып кеткен секілді. Екінші серия. 2019 жылы Майктың екінші отбасылы болғаны, яғни Кристинмен ажырасып кеткені белгілі болады. Сол жайлы Майк детективқа айтып сұхбат беріп отырады. Ол оған ұлдарының Кристинмен қалғандарын, Кристиннің есі ауысқанын, бірақ өзін періште ретінде көрсеткісі келетінін айтады. Және ол өзін құтқарушы адам ретінде санап, сол себепті Натальяны асырап алғанын айтады. Оның айтқандарын детектив Кристинға естіртіп, сол үшін оны қамауға алғанын айтады. Кристин болса керісінше, оған сенбеңдер, нағыз жауыз сол дейді. Сосын алдыңғы сериядағы Кристиннің Натальяны пышақпен көрген жерін көрсетеді. Бұл 2010 жыл Натальяны асырап алғаннан 2 аптадан кейінгі уақыт екен. Содан Кристин Натальяның бөлмесіне барып, пышақтың бар ма екенін тексермекші болады. Бірақ Наталья ұйықтап жатады. Кристин одан сен біздің бөлмеге кірдің бе деп сұрайды да, оның ойыншығын алып пышақтың бар ма екенін тексергісі келеді. Бірақ пышақты таппайды. Кейін ол күйеуіне Натальяны пышақпен көргенін айтады. Бірақ барлық пышақтар орнында тұрады. Солай ол өзі не болғанын түсінбей қалады. Оны күйеуі сен жай ғана шаршадың деп сабырға шақырады. Келесі күні олардың Итан деген ұлдары сиыр ойыншығын іздеп жүреді. Майк Натальяның бөлмесіне кіріп сөйлесіп жатқанда, сиыр ойыншықты оның төсегінің астынан көріп қалады. Бірақ ол ойыншықтың басы жоқ екен. Наталья оны алып тастағанын анасына айтпа деп өтінеді. Сосын Кристин Натальяны мектепке алып келеді. Оның екпе құжаты дұрыс болмағандықтан директор мектепке уақытша қабылдайды. Содан кейін ол Натальяны асырап алған орталыққа қоңырау шалады. Бірақ ол нөмір сөндірулі болады. Кейін интернет желісінен ол орталықтың жабылып қалғанын көреді де, Сэнди деген әлгі Натальяны асырап алуға ұсыныс білдірген әйелге дыбыстық хабарлама жолдайды. Джейк Принстон деген университетке қабылдануы үшін сұхбат беріп отырғанда, Кристинға сол Сэнди қоңырау шалады. Ол оған Натальяда барлығы жақсы болады. Енді маған хабарласа бермеңіз деп тұтқаны қоя салады. Кристин не болғанын өзі түсінбей тұрған кезде, оған мектептен де хабарласып, директоры оған Натальяның бірнеше баланы ходуногымен итеріп жібергенін айтады. Солай Натальяны құжаттары толықтай дайын болғанша дейін мектептен шектей тұрады. Кейін Кристин үйіне келіп, асырап алған орталық жайлы мәліметтер іздестіре бастайды. Ол орталық жалған құжаттар жасағаны үшін жабылып қалған екен. Пікірлерді оқып қарағанда да бірнеше адамды алдағандары белгілі болады. Ол сол орталық алдаған бір әйелге хабарлама жолдайды. Сол кезде Майк келіп қалады. Оған Кристин бүгінгі болған жағдайлар жайлы ештеңе айтпайды. Кейін хабарлама жолдаған әйел оған жауап жазады. Ол сол орталықтан асырап алған қызды қайтарғаны жайлы, қалған мәліметті кездескенде бірақ айтып беретіні жайлы жазған екен. Келесі күні Майк Натальяны өзінің жұмысына алып келеді. Ол өзі бастығымен кездескенше дейін Натальяны Джен деген әріптесіне тапсырып кетеді. Кристин болса әлгі әйелмен кездеседі. Оны асырап алған қыздарының анасы ерте қайтыс болған, өгей анасы мен әкесі оған дұрыс қарамаған деп алдаған екен. Бірақ кейін ол қыздың анасы болғаны белгілі болыпты. Яғни олар балаларға өтірік құжаттар жасап, оларды аянышты қылып көрсетіп, солай асырауға беріп отырған екен. Майк бастығына дүкені жайлы айтып сұхбат береді. Бастығы оны мұқият тыңдайды да, барлығы жақсы болса да, өкінішке орай дүкенді жабамыз дейді. Содан кейін Майк үйіне ашуланып бара жатқанда, Натальяға жұмыс жайлы Кристинға ештеңе айтпа деп өтінеді. Кейін олар үйге келеді. Кристин Натальяның құжаттарын реттегендігін айтып, оған мектепке алған жаңа киімдерін көрсетеді. Наталья болса оған мен мектепке барғым келмейді. Әкеммен бірге жұмысқа барамын. Әкемді жұмыстан өсірді. Енді оның атқаратын жұмысы одан сайын артты деп өтірік
айтады. Таңертең Кристинға құрбысы қоңырау шалып Джейкоб жайлы газетте жазғанын айтады. Кристин Итанды газет алып келуге жібереді. Ол үйден шығып кетіп, кенеттен айғайлай жөнеледі. Кристин жүгіріп барса, жерде жатқан кнопкаларды көреді. Олар оны Наталья істеді деп ойлайды. Бірақ Наталья әкесіне бұған қатысы жоқ екенін айтыпты. Кристин анасының әкелген бәлішін кеспекші болып, пышақ алмақшы болғанда бір пышақтың жоқ екенін байқайды. Солай Натальяның бөлмесіне барып ақтара бастайды. Сосын төсектің астынан пышақ пен алдында басы жұлынып қалған сиырды көреді де, оларды алып Натальяны іздейді. Оның дәретханада екенін біліп, сонда кіріп қалғанда Натальядан үлкен қыздарға тән ерекшелікті байқайды. Ол жайлы Майкқа айтып, ол кішкентай бала емес секілді дейді. Солай екінші серия аяқталады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі серияларына шолуды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қойыңыздар.